қан майданда момышұлы соғысып па тараз үшін. Айтсамын қазақ үшін, жалданып айтыспаймын қағаз үшін. Осы бол Орынбектің арнағаны, бұл сөзіңе ес адам арланады. Қарағым қазағыма тиесілі, қарағым өзгеге емес қазағыма тиесілі, қарашы бар даланы. Бұлақсайда сырмен қоса сырменен жалпақталды байқайсың жаңғаланы. Сен құшақ қойдай берсек сонда Ақсайдың 99% жалдамалы. Жер аттың басын. Есті ғой Орынбектің салқын лебі, Орынбек кері теппей тартыл бері. Марабайя рас осы өлкенікі, сол жағы әуреғі бет әркімдерді. Марабайя рас осы өлкенікі, сол жағы әуреғі бет әркімдерді. Дегенменен қазаққа ортақ тұлға, Марабайым жырымның алтын кені. Сені де ұрпақтарың қайтеді деп, қозғадың тақырыптың артын кері. Ер жігіт үйде туып түзді өлмейме, қозғасам ерлерімнің салтын бері. Қазалда дүниеге келгенменен, қазағымның боп қалам Жарқынбек абай. Орынбек жұрт алдында жұлқындың кеп, боқтырсың мына маған бір күн кермек. Ес білгелі Ақсайда есейдім мен, айталман мені біреу түртіп жүр деп. Орынбек жалшы дейді деп шықпай қалмайым, ақын деп көрсеткенде жұртың құрмет. Жалшы түгіл сыйлағанның құлы болам, ойлаймын осы жерден іркілдің деп. Бисмилля сөздің басы қуатындай, Алла орындашы мұратындай. Ақындар Ақсайымды жырлап жатыр, соқыр көріп саңырау ұғатындай. Ақсайым ақ десе ақ қаласын ғой, аққа Құдай өзі жақ қылатындай. Мен де сенің бір әппақ балаң едім, Ақсай үшін қасқайып тұратындай. Ақсайым жастығымның куәсісің, бүйрегім саған ғана бұратындай. Елімнің де еңсесін тіктеп жүрсін деп шұбатылмай, бұратылмай. Туыңды биік қылған арман қалам, күн маған Ақсай жақтан шығатындай. Ақсайым бөлек өлке, заты бөтен, түркіше ағанғардай аты бөтен. Тарихқа тұнып тұр топырағың, тіпті темір дәуіріне жақын екен. Тарихыңның соншалық тереңдігі, мұнайдан да әрірек жатыр екен. Орынбек есті өлеңді айтпайсың ба, айталмасаң еліңе қайтпайсың ба? Ақсайға бір күн бұрын келіп апсың, ешшейіп көзіңді ашып айықпайсың ба? Батырдың сөзін басқаша ұғып алып, бостан бос Жарқынбекті айыптайсың ба? Ақсайда тұр сендерде жоқ мұралы, ең бірінші сен соны айтпайсың ба? Жақсы болса жігіттің жалындауы, мүмкін емес қамалдың алынбауы. Жалдамалы солдат деп сөзін айтып, Орынбектің орынсыз арындауы. Ендеше атаң сөзін кері айтайын, 25-тегі жігітең бабындағы. 25-ге келгенше үйленбеген, ұлды жау деп қазақтың бауыржаны. Ал енді бауыржанды қатты оқитын не дейді
Орынбектей халық жауы Шаболеш! Байқалмай аяушылық әреңіңнен, жақсы өлең шықпады ғой жүрегіңнен. Халық жауы дедің мен нағыл дедің, жақсат алмай өтем-ау бұл өмірден. Үйленгендер қатын жау деп атып шығады, зарларына құлақты түре білгем. Үйленбесең екенсің халық жауы, тағдырым шығар мына түнегіңнен. Мұрадым ағам айтқан бір сөз бар еді, есіме түсіп отыр міне бірден. Тап кеппін жаугершілік бұл заманда, қалайша бақытты өмір сүремін мен айғаяғы. Ақсай бүгін болып тұр жыр отауы, өлеңімнің болмасын бір ақауы. Ақсайдың орыстанған дейді жұрттар, онысы жаныңызды жылатады. Бірақ олар білмейді-ау талай-талай істелген ілкімді істі мына тағы. Советский көшесін Әл-Фараби қып өзгертті ұмытпай түбі атаны. Александровка дейтұғын бір ауылдың достық болып өзгерді шын атауы. Бұйыртса басқалары өзгереді, Сатқановтың бітпесе қуат әлі. Мәдениет үйі де осындағы ұлттық шараларды шұбатады. Ұрпақтар сабақтастығы жобасынан көресің тақиялы дүр атаны, көресің кимешекті бір апаны. Қайнаса қазақылық қазанында ұл-қыздар ұлтжанды боп бір атады. Бекзат Саттархановтың көшесі бар, ұлт есінен өшпесін ұлатағы. Бұның өзі Ақсайды орыстанған деген сөзді бір соғып құлатады айғаяғы. Тұлпарлар төрт аяғын тең басуда, бәйгеде мұрсасы жоқ тер басуға. Сатқановтың сүйікті ақынысың, сырыңды басқалардан сен жасырма. Әкімінің қасында жүреді дейді 24 сағаттың 20-сында. Соңғы кезде асқақтап биік жүрсің, шапанның неше түрін киіп жүрсің. Көңіліне сиятын сөздер айтып, көлігіне әкімнің сыйып жүрсің. Тегін қадам баспайтын пысық едің, байлыққа батасың-ау биыл құрысын. Елден бұрын әкімнің құлағына қандай проблемаңды құйып жүрсің айғаяғы. Hop. Жаңа алам баласы апа. Инжелесің мына бала. Орынбек меңді қылсын. Өзінен жаңғалады. Жарқынбек өздеріңдей баланы ойлар. Асылы ижап бар. Ал балалар алаңдап даланы ойлар. Бер шыруы. Жеңемін деп желпініп желкен үзіп, шыңғырған талай сендей шалағайлар. Ақсайға келіп отсың айналайын, мұндайда бас істейтін бала ойланар. Ақсайда бәрі бар деп өзің айттың, басыңа келсін ылғи адал ойлар. Шығады Ақсайымнан әлі талай, жалынды Жарқынбектей дара ойлар. Жырымен халқымызды сусындатар, Марғасқа ақын жырау марабайлар. Әл-Жәнібек жиреншені тастамаған, Абылай бұқарсыз сөз бастамаған. Керменені тыңдапты ақсақ темір, болса да абыройы асқан адам. Әкімін халқын сүйген, салтын сүйген, іздерін бабалардың басқан адам. Марабай жырауды да зерттеуге ғалымдарға мүмкіндік ашқан адам. Осы айтыс үшін де біраз шапты, одан артық не керек басқа маған. Мұнайлардың баласы мұнайлы елді деп келді білек тұрып басқар алам. Әкімі мен ақыны қатар жүріп, Ақсайды кем қылмаймыз Астанадан.
бостандықтың арқасында қақ төрінде қыздырдық жыралаңын. Ақсайым, жерің мұнай, жеріңнің асты мұнай, үсті шырай, малға толы сайменен жыраларың. Барлығы да шектеулі бұл өмірде, білгейсіздер тұлпардың да тұраларын. Күнертеңгі азың бітіп, мұнай бітіп, қаламаймын халықтың жылағанын. Қалаймын өзімізге бұйырғанын, өзімізге тиісті сыбағанын. Қалаймын тек қазақтар, қалаймын қазағым жоғары жалақы алып, қайта үкіметтік қойса кек үкіметті кінәлауын. Экология жағына да назар салшы, еске алып сырқаттың сынамауын. Ақын боп осыларды біз айтпасақ кімге керек, әкімге ұнағаным. Әкімім мұның бәрін беске білет, сонда да жұрт алдында сұрағаным. Біздікі бетін қақпай белін бұу, жақсы істің басындағы бұлағаның ай. Орынбек сабаң енді түскен дейсің, өйткені баяғыдай тістенбейсің. 2-3 күнің кемдеу қып көрініп ед, 2 айналып шапқан соң піскен дейсің. Түсі жылы ағаңмен жақсы болсаң, ұйықтағанда шошитын түс көрмейсің. Сен бүгін менің құтты қонағымсың, қорықпа тебілмейсің, тістелмейсің. Ағайын жаңғалалық жас өрге, қол ұрып қошеметтеп күш бергейсің. Күш берсеңдер берейін кезегімді, күшенгенмен бұлмаған не істер дейсің ай. Кең тынысты жүйрегем кең даланың, бәйгеден бүгін қалай кем қаламын. Ақындар Ақсайымды мақтап жатыр, анамнан соң сенсің деп ең бағалым. Ағайын, біріне де сенбеңіздер, мақтағанға деп ойлап кең боламын. Жүлдеңді алып бәрі бүгін кетіп қалады, қастарында баяғы мен қаламын. Ағайын, алғысыңа жылынайын, осыны айтып халқыма бұрылайын. Басқаның не қыласын құбылайын, өзімнің тұрған кезде абырайын. Шап! Жәкең құрмет көрсетіп үлгіреді, бұнысы тектілердің тірлігі еді. Тілге тиек еттіңіз марабайды, жырауың дүлдүл десе дүлдүл еді. Ертарғын қобыланды алпамыстар дуалы аузынан тіріліп еді. Құлжабайдың баласын ұмытқанда батырларды білмеспек кім біледі. Әлі талай марабайлар шығат деді, Жәкеңнің сөзі нені білдіреді. Шығады емес, шықты деп айтар болсам, енеге секем алып дүрлігеді. Мәңгілікке аттанған марабайдың Жарқынбек боп сөйлеп тұр жыр жүрегі айғаяғы. Бәрі айтады Ақсайдай қала жайлы, бәрі айтады бөрлідей дала жайлы. Жеріңнің аст үстіне құт бітіріп, Құдайым оңынан қылған саған айды. Астына құйып беріп қарамайды, үстіне бере салған марамайды айғаяғы. Уақыт зымырайтын еді құсың, ақынның көрсетпейді елі қысым. Айтысқа айтқандарды көңілге алма, мен де сендей ақынмын, оны түсін. Жұртымның делебесі қосын дедім,
айтқан жоқ жүлдең үшін, жеңіс үшін. Әйтпесе құрметтейтін әужегемсің. Сен қазір қайтыстың, сен қазіргі жас перісісің. Марғасқа Марабайдың ізбасары. Сен қазіргі заманның серісісің. Қара мұнай шығатын Ақсайымның, қара өлең шығаратын кенішісің. Айғаяғы Şop! Орынбек жас үйірдің жанарыма, басында қарама бек-ау қабағыма. Бөрім-ау бөрліге келіп жатқан, құт бітсін мына сенің қадамыңа. Артық айтсам, сен де бауырым өкпелеме, айтыс деп айттық мынаны ананы да. Ізетім інім үшін менің бөлек, сыйлаған мына мендей ағаны да. Сыйласа меңді құлдың немересі, менде құлмын сыйлаған адамыма. Ай-ей-ей-ей Ақсайым аты мәшһүр кенді қалам, сен қолдасаң жеңілдеп сергіп алам. Кем берген қалам үшін кенде байдай, бір мінсем түсе алмаймын Кербұладан. Екінші демім енді ашылуда, екі шаппай болмайды енді маған. Ай-ей-ей-ей Ақсай бұлақ секілді тұнығыңмын, ағайын үміт артқан құлыныңмын. 2012-ден талай жерде бөрлі үшін жұрыстап құрық ілдім. Өз жерімде алғаш рет айтыс қылдым, өзіме бұл сынақ деп мұнығындым. Ақсайым бұдан бұлай біліп жүрші, бар екенін жарқындай бір ұлымның. Ай-ей-ей-ей Рахмет, Жарқынбек, рахмет. Орынбек, екеуінің де, Жарқынбектің де, Орынбектің де өмірдегі де, өнердегі де жұлдыздары әмсе әрдайым биіктен жарқырасын деп және бір қол соғып қошемет көрсетті. Өздеріңізде байқап отырған шығарсыңыздар, қазылар алқасы тарапынан уақыт болып қалды, андай мұндай деген қысымшылық ақындарға көрсетіліп жатқан жоқ, көсіліп шауып жатыр. Ойларына келген өрнекті ойларын, пікірлерін, жырларын түйдектетіп ортаға төгіп жатыр. Мына бүгінгі айтысқа